Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін 11-ші сабақ. Шынықсаң, шымыр боласың. Жаңа сөздер. Жарыс, жарыс. Жетістік, жетістік. Жаттықтырушы, жаттықтырушы. Шымыр, шымыр. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұрақтарға жауап бер. Жарыс. Мектепте спорт түрлерінен жарыс өтті. Оқушылар күреске және футболға қатысты. Жарысты көруге ата-аналар келді. Олар балаларының жетістіктерін көріп қуанды. Жаттықтырушылар оқушыларға алғыс айтты. Жарыс өте қызықты болды. Балалар, мәтін түсінікті ме? Олай болса, төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Жарыс қайда өтті? Жарыс мектепте өтті. Оқушылар қандай спорт түріне қатысты? Оқушылар күреске және футболға қатысты. Екінші тапсырма. Оқы, сұрақтарға жауап бер. Әділеттің әкесі ерте тұрды. Ол денесін шынықтыра бастады. Әділет, кел, бірге шынығайық, деді. Жақсы, әке, деді Әділет. Ол әкесімен бірге жүгірді. Шынықсаң, шымыр боласың, деді әкесі. Әке, сіз қандай күштісіз, деп қуанды. Балдырған журналынан алынған екен. Енді балалар сұрақ. Әділеттің әкесі қандай? Әрине балалар, Әділеттің әкесі шымыр әрі күшті. Үшінші тапсырма. Өлеңдегі жаттығуды айтып орында. Бойды бүкпей тік ұста. Еркін тұрып тыныста. Жай оң қолды оң жаққа. Жай сол қолды сол жаққа. Қолды айналдыр, бұлданбай. Екі шеңбер сызғандай. Бір жаттығып байқада, 10 шақты рет қайтала. Яғни балалар, біз осы өлеңдегі жаттығуды орындауымыз қажет. Яғни денемізді алдымен тік ұстаймыз, еркін тыныстаймыз, оң қолымызды оң жаққа қарай жаямыз, сол қолымызды сол жаққа қарай жаямыз, қолымызды айналдырамыз. Екі шеңбер сызғандай етіп жаттығамыз. Осы жаттығуды 10 шақты рет орындайды екенбіз. Балалар, түсінікті ме? Бұл Мұзафар Әлімбайдың өлеңі екен. Олай болса, жаттығуды қайталайық. Балалар, 4-ші тапсырманы орындаймыз. 4-ші тапсырма: кестені толтыр, дәптерге көшіріп жаз. Яғни бізге дене мүшелері берілген және жаттығулар берілген. Мен сендерге жауабымен жазып қойдым. Осыны көшіріп алуға болады. Балалар, егер сабақ ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркел. Сау бол!